Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Казислам порталында кезекті сұхбат. Бүгінгі таңда қазақ қоғамын алаңдатып отырған үлкен проблемалардың бірі жас отбасылардың ажырасу мәселесі. Оның себептері неде? Біз осы проблеманың себептерін білу мақсатында бүгін Нұр-Сұлтан қаласы Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Әділхан Иманалиұлымен сұхбат ұйымдастырамыз. Ассалаумағалейкум әлейке. Уалейкумассалам рахматуллах. Бүгінгі таңда Қазақстандағы үйленген жастардың тең жартысына жуығы ажырасып кетіп жатыр. Бұған не себеп болуда? Материалдық жағдай ма, немесе имансыздық па? Кейбір статистикаға сүйенетін болсақ, күніне 150 отбасыға шейін ажырасып кетіп жатқандарын статистикаларын оқып қалып жатамыз. Бұлардың көпшілігі негізі адам өзінің жауапкершілігін, отбасының құндылығын білмегендіктен болып жатады. Күні кеше бір отбасы келді, жас отбасы деп де айта алмаймыз. Отбасын құрғанына бірнеше жыл болған кісілерді осындай айырылысу үшін мешітке келіп, оның қандай жолдары бар деп сұрады. Біз енді жауабымызды айтып, айырылыспау жайлы насихатымызды айттық. Сонда олардың ең негізгі себептері бір-бірін түсінісе алмауы. Соның ішінде күйеуі әйелін шамадан тыс қызғанып кетуі, және сол әйелінен көптеген күдік, өзінің ойында бір жаман миына бір күдік кіріп қалған, сол күдігімен әйелінен күдіктене береді. Онан ығыры шыққан әйелді жарайды, ажырасайықшы деп сонымен мешітке келіпті. Құран кәрімде Нұр сүресінде де білеміз ғой, жаман еркекке жаман әйел, жақсы еркекке жақсы әйел лайықты. Бір-бірімен осындай Алла тағала кездестіріп қоятындығын Нұр сүресінде дәлелденген. Ендеше өзі қиыс жолдардан, дұрыс емес жолдардан аулақ болып жүрсе, өзінің жұбайы да сондай дұрыс жолда жүр деп сенімі артуы керек болады. Шындығында өзі солай. Және біз сол жерде айтқан насихаттарымыздың бірі, әйел кісі көшеге көп шығатын көрінеді. Жаңағы шариғатқа сай емес киімдер, адамдардың ер кісінің көзін тартатындай кейбір киімдер, жұқа киімдер, тар киімдер киіп жүреді. Және бөтен ер кісілермен бірге жұмыс жасайтын көретін еді. Міне солардың барлығы әлгі күйеуіне күдік салып қойып жатқан сияқты. Осы нәрсенің де бірі бұл адамның жаңағы ажырасып кетуіне бір себеп болып кетіп жатқан сияқты. Ерлі зайыптының бір-бірінің мойнында ақысы бар. Пайғамбарымыз да айтады, Алла тағала да Құран кәрімде айтады. Мысалы, Құранда айтады, «Ар-риджалу қауамуна аля ниса». Ер кісілер әйел кісілерге басшылық жасайды деп. Өзінің басшылық жасау керек екендігін, оны қалай дұрыс басшылық жасай білу керек екендігін. Сол сияқты Құранда Алла тағала айтады, жақсы әйелдер күйеулеріне мойынсұнады дейді. Әйел кісі де ол күйеуге мойынсыну керек екендігін, өздерінің құқықтарын жақсы білетін болса, және соны жақсылап сақтайтын болса, бұлардың барлығы отбасының беріктігіне алып келеді. Ал ажырасулар сол құқықтарды дұрыс білмеуден. Осы ажырасуларға себеп болатын проблемалардың бірі ол жаңа көзге шөп салу. Негізі енді өкінішке қарай өте көп ондай нәрсе. Қазір енді оны адамдар күнә деп есептемейді тіпті. Оны жаңағы егер бір уақытын тапсаң, бір ыңғайын тапсаң, оны істей беруге болады деген сияқты түсінік бар да. Жалпы осы көзге шөп салудың, зинақорлықтың қандай зияны бар? Алла тағала Құран кәрімде «Ла тақрабу зина». Зинаға мүлдем жақындамаңдар деді. Алла тағала әлгі адам ата мен Хауа анаға мына ағашқа жақындамаңдар деп еді. Олар барып соны жақындап жеп қойғаннан кейін күнәһар болды, жұмақтан шығарылды. Тура сол сияқты біздерге де айтады, зинаға жақындамаңдар дейді. Жоламаңдар дейді. Бұл бір жігіт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп айтады: «Уа Алланың елшісі, мен ислам шариғатына бұйырылған кез келген нәрсені орындауға дайынмын, орындай беремін. Бірақ бір нәрсеге маған рұқсат беріңізші. Мен жігітпін ғой, зинаға рұқсат беріңізші. Менің бойымда қуатым көп» деген ғой. Сахабалардың барлығы астағфирулла, мынау не деп жатыр деп қатты ашулана түседі. Сол кезде пайғамбарымыз бәрін сабырға шақырып, әлгі жігітті жанына шақырып алып айтады: «Сен осы ойлаған нәрсеңді сенің қарындасыңа жасаса жақсы көресің бе?» дейді. «Жоқ» дейді. «Сенің анаңа жасаса жақсы көресің бе осы нәрсені?» «Жоқ, Құдай сақтасын». Пайғамбарымыз айтады: «Басқа адамдар да міне осындай» дейді. Сонда әлгі жігіт айтады: «Осы уақытқа шейін маған ең сүйікті іс болып келген нәрсе енді бұдан былай маған ең жек көрінішті іс болды» деп кетеді екен. Бұл қай жағынан келсеңіз де арсыздық екен,
ислам шариғатында өте тыйым салынған нәрсе. Ал қияметте болатын болса, ислам шариғатындағы ең үлкен, ең ауыр күнәлардың бірі болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрдымға кетіретін 7 нәрседен сақ болыңдар деп, соның ішіндегі нақтылап тұрып айтқаны осы зинақорлық екен. Алла тағала бұл зинақорлықтан бәрімізді аулақ етсін. Арамызда осындай күнәні істегендеріміз болуы мүмкін. Енді олар бұдан кейін тәубе етуге бола ма? Алла кешіреді. Алла тағала Құран кәрімде нақтылап айтқан. Шын Алла тағала мұттақиндер деген, жаңағы Алла тағаланың шынайы тақуаларының өздері сондай адамдар болады дейді. Егер зина жасап қойған болса, соған шынайы тәубе ететін адамдарды да шынайы тақуаларға келтірілген Құранда. Сондықтан мен зина жасап қойдым, мен күнә жасасам, енді күнәмді кешірілмейді деп үміт үзіп кетпеу керек. Және Алла тағаладан сол зина жасап қойып, одан кейін тақуалық етіп жүрген адамдар, тәубе етіп, одан кейін әрі қарай тақуалық еткен адамдар да Алла тағаланың ең жақын пенделерінен болуға мүмкіндігі бар екендігін ұмытпау керек. Кейбір кісілер мен бұрын зина жасап қойғанмын, енді тәубе еттік қой, бірақ сонда да енді мен Алла тағалаға жақын пенделерден бола алмайтын шығармын деп күдер үзіп қалмау керек. Әрқашан тәубе есігі ашық. Қияметке шейін тәубе есігі ашық, одан күдер үзіп, үміт үзбеу керек. Бүгін уақытта бізге сұхбат бергеніңізге сізге рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Алла разы болсын.